Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз үлкен не кіші деген челлендж түсіретін боламыз. Бұл челлендждің шарты. Бұл мына стаканда екі қағаз бар, біреуінде үлкен, біреуінде кіші деп жазылған. Бұл жерде біз таңдаймыз. Егер де үлкен түссе, тамақтан үлкенірек істейсің. Ал ендеше кеттік. Кел, кім бірінші істейді? Сулифа. Мен бірінші істейтін болдым, кеттік. Давай. Енді ашамыз. Мен кіші істейтін болдым. Қазір қандай тамақ келеді екен, соны көреміз. Ал ендеше бізге қазір тамақ келсін. Міне, қара. Мына тамақ. Алма тамағы. Мен кіші. Кішкентай түсемін. Мен мыналарды жабып берейін. Қазір бізге келесі тамақтар келеді. Енді тағы да мен бірінші таңдаймын. Екі алдым? Жоқ, біреу алдым. Үлкен. Ашамыз. Бауырсақ. Енді үлкен. Ораймыз. Және салып ұйтқарамыз. Ал келесім. Тамақ. Кіші. Үлкен. Огурец, Екен мен кішкентай түсем келетін. Кіші болғандықтан маған. Кетіп келесім. Үлкен. Ал ендеше шай. Сыр. Өзір мен сырды жек көрем, но енді үлкен түскеннен кейін үлкен дейміз. Міне. Так. Маған кіші түсті. Әтке. Міне. Конфетики түсті. Міне халвинка. Маған кіші түскеннен кейін кішкентай түскенмін. Бокс. Окей. Қазір бізге сыйымның жеп болғаннан кейін келесі тамақты береді. Жауып берейік келесін. Алып келсін бізге. Кеттік. Кіші. Міне. Талқан. Кішкен. Достар, қазір
соңғы тамақты бізге әкеледі. Маған кіші түсті. Қазір бізге соңғы тамақ әкеледі. Мынау соңғы тамағымыз. Мен жақсы көрмеймін мынандай печеньяны. Достар, осымен біздің үлкен не кіші челленджіміз аяқталды. Егер де тағы да осындай қызықты челлендждерді қаласаңыздар, онда комментарияға жазып кетіңіздер. Біз көптеген челлендждерді түсіреміз. Всем пока-пока!